Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дәмі өте керемет болып шығатын сочники дайындайтын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді описанияға жазып кетемін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнға қопсытқыш қосамыз. Содан соң ерітілген сары майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, оның үстіне шекер, ванилин және де қаймақты қосамыз. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Массамызды бірінші дайындаған ұнымызға қосамыз. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай өте жұмсақ қамыр шығу қажет. Бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбе қажет. Оның үстіне жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Содан соң 2 ас қасық шекер, 2 ас қасық ұн, содан соң ванилин және 1 ас қасық қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Демалған қамырымызға кішкене ұн себе отыра, осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлікті жайып аламыз. Қатты жаюдың қажеті жоқ. Кішкене 1-2 рет жайсаңыз жеткілікті. Жайылған қамырымыздың бір шетіне сүзбелі начинкамызды салып, видеодағыдай етіп ораймыз. Барлығын противенге жайғастырамыз. Үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Осылайша біздің қамыры өте жұмсақ, мамықтай болып шығатын, дәмі өте керемет, сүзбелі сочниктеріміз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Дәмі өте керемет болады. Әсіресе үйде кішкентай балаларға таптырмас өте тәтті сочниктер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.